Қазақ тіл білімінде жалпы 4 сала бар. Олар лексика, фонетика, сөз жазам, грамматика. Осының ішінде біз фонетика саласына мән беріп қарасақ, фонетика дыбыс жүйесін зерттейді. Жалпы фонетика нені зерттейді, нені оқытады деген сұраққа келетін болсақ, яғни бірінші дауысты дыбыстарды, олардың жуан жіңішке, ашық қысаң, еріндік, езулік. Екінші дауыссыз дыбыстар ұяң, үнді, қатаң болып бөлінетіні жайлы. Үшінші буын түрлері ашық, тұйық, бітеу буындары. Төртінші үндестік заңы, буын үндестігі, дыбыс үндестігі. Яғни дыбыс үндестігінің өзі үшке бөлінеді: ілгерінді, кейінді, тоғыспалы. Бесінші тасымал, алтыншы екпін, жетінші орфография, сегізінші орфоэпия. Сонымен қатар дыбыс және әріп. Дыбыс сөздердің ең кішкентай бөлігі. Ол айтылады және естіледі. Дыбыс дыбыстау мүшелерімен жасалатын тілдік құбылыс. Дыбыстау мүшелері ауыз және мұрын қуысы, өкпе, кеңірдек, тамақ, дауыс шымылдығы, көмей, таңдай, тіл, тіс, ерін. Жалпы әріп дыбысты таңбалайтын белгі, яғни дыбыстың таңбасы. Алфавит, яғни әліпби, әріптердің рет-ретімен тізілген жиыны. Қазақ тілінің алфавитінде 42 әріп бар. Әліпбиде 37 дыбыс бар. Таңба, жуан, жіңішке белгісі. Қосарлы дыбыстар ю, я, йо. Қазақ тіліне тән төл дыбыстар ә, ө, о, ö, і, ың, ғ, қ, х. Қазақстанда 1929 жылға дейін араб әліпбиі, 1929-1940 жылдар арасында латын әліпбиі қолданылды. 1940 жылдан бастап кириллица, орыс жазуы қолданылып келеді. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырамай еркін шығады. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Оның ішінде қазақ тілінің төл дауысты дыбыстар саны 9. Олар ә, ө, о, ö, і, ың, ғ, қ, х. Орыс тілінен енген сөздерде ғана кездесетін дыбыс саны 3. Олар и, у, экскаватор дегендегі Дауысты дыбыс қызметінде жұмсалатын әріптер йо, ю, я. Себебі бұлар ио, иу, иа қосарлы дыбыстардың таңбасы болып табылады. Дауысты дыбыс буын жасауға қатысады. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, балық, балық. Бұл жерде а және деген дауысты дыбыстар бар. Яғни 2 буын бар. Дауысты дыбысқа сөз екпін түседі. Сөз екпіні көбінесе сөздің соңғы буындағы дауысты дыбысқа түседі. Мысалы, жанар. Осының жанар дегендегі а дыбысына екпін түсіп тұр. Дауысты дыбыстардың түрлері. Тілдің қатысына қарай дауыстылар жуан жіңішке болып бөлінеді. Жуан дауыстыны айтқанда тілдің ұшы кейін тартылып жуандайды. Ал жіңішке дауысты тілдің ұшы ілгері созылып жіңішкереді. Жақтың қатысына қарай дауыстылар ашық қысаң болып бөлінеді. Ашық дауыстыны айтқанда жақ кең ашылады. Қысаң дауысты айтқанда жақ тар ашылады. Езу мен еріннің қатысына қарай дауыстылар еріндік, езулік болып бөлінеді. Еріндік дауыстыны айтқанда ерін дөңгеленіп алға қарай созылады. Езулік дауыстыда езу кейін тартылады. Яғни, дауысты дыбыстардың жіктелуіне тоқталсақ, дауысты дыбыстар
тілдің жақтың еріннің қатысына қарай бөлінеді. Яғни тілдің қатысына қарай жуан жіңішке болып бөлінеді. Жақтың қатысына қарай ашық қысаң болып бөлінеді. Еріннің қатысына қарай еріндік езулік болып бөлінеді. Тілдің қатысына қарай жуан дауыстылар а, о, у. Жіңішке дауыстылар ә, е, и, у. Жақтың қатысына қарай ашық дауыстылар а, о, е. Қысаң дауыстылар и, у, Еріннің қатысына қарай еріндік дауыстылар о, у. Езулік дауыстылар а, е, и,